айтып жатыр ғой, Муса алейхиссалам сөзін жалғастырып былай айтып жатыр ғой, Аллахтың тағдырдың тақтасына, яғни Тәуратта сондай бір адамдарды көріп тұрмын. Ол адамдар 70 мың адам бар екен дейді, есепсіз жәннатқа кіре береді екен дейді. 70 мың адам, 70 мың. Былай санайсың ғой, 1, 2, 3, 4, 5 деп 70 мыңға санағанда пайғамбар айтып жатыр саллаллаху алейхи вассалам, әрбіреуі 70 мыңнан кіреді дейді. Әрбіреуі. Соны менің үмбетімнен қылсайшы, менің қауымда осылай спокойно жәннатқа кіріп кетсін десе, Муса, Мұхаммадтың үмбеті емес, деп айтады дейді саллаллаху алейхи вассалам. Бізде сондай, бір-бірін жақсы көрген соншалық жағасын былай ұстап тұрады дейді. Әуелгісі кірмейді, соңына кірмейді. Ал қандай істе? Алланың бір пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілеген бір хадис бар. Бүйтіп айтады: "Инналлаха яумал қияма яқул", Аллаху субхану ва тағала қиямет күні былай айтады дейді: "Айна мутахаббуна фи жалали". Қайда мен үшін бір-бірін жақсы көрген бауырлар дейді. Қайда мен үшін бір-бірін жақсы көрген? Бүгін мен оларды ешқандай көлеңке жоқ күлген, өзімнің аршымның көлеңкесінде көлеңкелеп